Саламатсыздар, әріптестер. Біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Менің тобымда PISA 23 халықаралық зерттеуге дайындық жұмыстарын ұйымдастыру. Мұнда бізде әлеуметтік педагогтың көп жұмысы бар екен. Біз өзіміз алғашқы қосылғаны біздің не қатысымыз бар дегендей сондай болып қалдық өзіміз. Сосын оқысам өзім сондай қатыстар бар екен, психологтың да, әлеуметтік педагогтың да көпшілікті мағлұматтар беріп отыруымыз керек екенбіз пән мұғалімдеріне. Енді ары қарата мен немді жалғастыра берейін. Мен жаңа Олжас оқып өтті ғой, енді ол жерде мен оқымай ақ қояйын біраз нәрсені. Бұл жерде менің PISA халықаралық зерттеу жұмысы бойынша әлеуметтік педагогтың мақсаты бірінші жаңағы неге PISA-ға қатысатын, халықаралық зерттеуге қатысатын оқушыны мен бірінші карта жасап сынып бойынша анықтап бердім. Бізде 6 сынып болды, 2-9, 2-10, 2-11. Сол сыныптарға мен әлеуметтік карта жасадым. Одан кейін біз 36 оқушыны анықтадық бірінші. Содан кейін ол оқушыларға мен оқушылардың отбасылық тұрмыстық жағдайын зерттеу актісін жасадым. Одан кейін мен оқушылардан өзім PISA бойынша сауалнама түздім. PISA жайлы не білесің, PISA саған қызықты ма, сондай неше түрлі сұрақтары өзім жасап сауалнамалар алдым. Одан кейін және де оның ішінде біраз сауалнамалар алып жаттым. Бұл бағдарламада өзі жаңа PISA бойынша бағдарламадан алдым өзі жаңа келген. Соның ішінде балдарда мынандай сұрақтар болды. Сауалнама берген болды да, баланың қандай бағдарлама бойынша оқиды. Одан кейін ол жерде жаңағы ата-анасының жоғарғы оқу орны бар ма? Әкесінің білімі туралы дипломы, орта білімді алған сондайларын зерттеп, мен мониторингтерін шығарып бердім апайларға. Одан кейін ары қарата жаңа 36 оқушыны зерттедім. Зерттегенде бұл жерде бірінші мен жаңа жылдық жоспарым, мектептегі жылдық жоспарыма осы PISA-ның бір пунктін қостым. Сосын мода, соны қостым. Сосын ары қарата жаңағы өзім жоспарым түздім. Мектепшілік, осы PISA-ға байланысты. Мынау жоспарым. Одан кейін әлеуметтік жаңа карта әр сыныптан алынған. Енді осы жаңа 16 оқушы дедім ғой. 16 оқушының статусын анықтап бердім бұл жерде. 22 оқушы көпбалалы болды. 3 оқушым толық емес отбасы, 11 оқушым қалыпты дәрежеде болды. Оқушылардың тұрмыстық жайын зерттеу актісі. Мынау жаңа 36 оқушым. Мынау оқушылармен жұмыс жасалған сауалнама алып жатқандарым. Зерттеу жұмыстарының түсіндірме жұмыстары жүргізіп жатқандары. Мынау ата-аналармен түсіндірме жұмыстары жүргізіп жатқаны. Мен сауалнама алғандарым жаңа өзімнің. Енді мынау жаңағы ғой әкесінің жаңағы орта білімі. Сонда менде мына жерде сауалнама алғанда қандай бағдарлама бойынша оқисыз дедім. 34 оқушы қатысты бұл сауалнамаға. 24-і жалпы орта болды, 10-і негізгі орта. Енді мына жерде әкеңіздің алған орта білімі дейді. 34 оқушы қатысты, жалпы 28-і жалпы орта болды, 6-ы негізгі білім болды әкесінің. Әкесінің білімі тура дипломы бар ма дегенде. 34 оқушы қатысты, жоғарғысы 12, жалпысы 11, ал мынауысы 11 болды. Ары қарата мен көптеген жұмыстар жүргіземін деп өзім солай ниет қойдым. Сұрақтарыңыз бар ма? Бұл жердегі мақсат бала ата-анасының білімі туралы түсінік болу керек қой. Білет әкесінің жұмыс істейтінін бұрын оқығанын. Бірақ ол не оқыды? Жоғарғы білім ба, арнаулы орта білім ба? Бала соны ажырата алмайды көп жағдайда. Соны білу керек. Анасы туралы да. Анасы туралы білімі жоқ екен, ол жерде көрсетілмеді. Сол неден алдық та, бірақ ол жерде анасының жаңағы жұмыс орны, сондай
сауалнамаларын алып жүргіземін деп отыр. жалпы Ең не болсын келсе де бір farkı Қазақстан қазір қазір төмен бойында тұрмыз ғой виза бойынша. Біз тек қана мысалы сабақты өтеміз, айталық қазақ тілін ережені жаттайды, сабақты айтады, бағасын алады, болды, қалады ол сол жерде. Ары қарай бір аптадан кейін сұрасам, бала ұмытып қалады оны. Сол сияқты болып тұр ғой. Әріптестер, сіздерге бір қосымша мен айтып өтейінші, Олжас пен Апайдың несіне қарай. Олжас жоспар құрып жатыр ғой, сіздерге мысалы бізде ол сіздермен бағана ескерттім, сіздер жоспарларыңызда болады деп. Қырмыз апай енді ескеретін жай деген, бұдан кейін семинарды психологтармен қосып өткізсек болады, өткізгенше сол ол кісілермен де бұлар талқыласа, сол жоспар бекітілгенде, ол мектептен бұйрық шығып жоспар бекітіледі сіздерге. Жоспардың ішіне тікелей кіргізесіздер. Сол жері сол жоспар бойынша сіздер ана күнделікті баланы психологпен бірге бақылап отырасыздар. Әлеуметтік жағдай. Енді екінші апайдың мына системасына қарап айтып жатқан себебі, бұны ата-анасының оқу орны сіздерге сұрақ туындауы мүмкін. Не үшін керек? Ол неге деп. Бұның бір жағдайы бар. Мысалы, сіздер ертең бала ол функционалдық сауаттылыққа қатысып тест тапсырып отырғанда, мынандай жұмыс жүреді. Келген мамандар балаға кез келген қоңырау түседі. Сол қоңырауда сіздің ата-анаңыз не істейді? Анаңыз хабары бар ма сіздің осы тестке қатысып жатқан? Сіздің әлеуметтік жағдайыңыз көтереді ме? Деген осы сұрақтар оқушыларға қойылады. Соны кезде оқушылар кейбіреу мысалы өзін жасырып өтірік айта сала ма, болмаса мынандай жұмыс болмайды. Бір оқушының орнына екінші оқушыны апарып отырғызып қойса, ол жауап бере алмай қалады. Сол себепті осындай жұмыстар беріліп жатыр. Соны қадағалайсыздар сіздер. Оқушы тек қана